Сәлеметсіңдер ме балалар? Дүниетану сабағын бастаймыз. Бүгінгі біздің бастағалы отырған бөліміміз менің туған өлкем деп аталады. Ал сабағымыздың тақырыбы Қазақстан менің отаным. Бүгінгі сабақта сендер картадан өз еліңді, өз аймағыңды тауып, өзендері мен көлдерді, қалаларды көрсетуді үйренесіңдер. Өз жеріңнің көрікті орындарын сипаттауды білесің. Отан деген ұғымның мағынасын кеңінен түсінетін боласыңдар. Балалар, мен сендерге жұмбақ жасырғым келіп тұр. Қаласы бар, елі жоқ, даласы бар, шөбі жоқ, мұхиты бар, суы жоқ, орманы бар, нуы жоқ. Шыңдары да теп-тегіс, кең жазықтан әр түсті, шығыс пенен батысты, бар әлемді табасың, өзің таң боп қаласың. Бұл не балалар? Дұрыс айтасыңдар, карта. Бұл біздің кең байтақ Қазақстанымыздың картасы. Балалар, бұл картадағы көк, сары, жасыл, қоңыр түстер нені білдіреді деп ойлайсыңдар? Картадағы көк түстер өзен көлдерді, қоңыр түс тауларды, жасыл түс ойпатты жазықтар, сары түс жазықты жерлерді бейнелейді. Балалар, картаға көз жүгірте қарасаңдар, батысында Каспий теңізі, шығысында биік Алтай таулары жатыр. Балалар, мына ребусқа қараңдаршы. Суреттегі қалалардың басқа әріптерінен сөз құрайық. Ол үшін бірінші суреттегі қай қала екенін табу керекпіз. Бірінші сурет қай қала деп ойлайсыңдар? Тамаша балалар, Отырар қаласы. Келесі екінші суреттегі қай қала? Өте тамаша, Түркістан. Ал үшінші суретте биік Алатауы бар. Бұл қай қала? Әрине, Алматы қаласы. Ал төртінші суретте бұл біздің бас қаламыз. Нұр-Сұлтан қаласы екен. Тамаша балалар, осы қалалардың басқа әріптерінен қандай сөз шықты? Дұрыс айтасыңдар, отан деген сөз шықты. Ал отан дегеніміз не? Бұл сұрақтың жауабын ақын Садықбек Хангелдин ағамыздың «Бәрі менің өмірім, сен сыйлаған» деп аталатын өлеңінен іздеп көрейік. Табиғат тіршіліксің тынып тұрған, сен күнсің көтерілген күліп қырдан, сен көлсің, сен ормансың, сен бұлбұлсың, адамды сұлулыққа құнықтырған. Сен жарықсың, сен жерсің, сен гүлсің, сен адамсың, сен ауасың, сен анамсың. Бәрі менің өмірім, сен сыйлаған, туған жерім, отаным Қазақстан. Балалар, өлеңде ақын нені жырлады? Дұрыс айтасыңдар. Ақын туған жердің табиғатын, өз отанымыз Қазақстан жайында жырлады. Ендеше мына суреттерге назар аударайық. Қазақстанда көрікті тарихи қалалар өте көп. Ежелгі қалаларға Түркістан, Тараз, Алматы жатады. Бұл біздің отанымыздың тарихының тереңде жатқанын білдіреді. Ал мынау Нұр-Сұлтан қаласы. Бұл біздің әсем қала, бас қаламыз. Еліміздің қалалары бір-бірімен темір жол арқылы байланысады. Орал қаласынан Алматыға дейін темір жол арқылы барса, 2 күндік жол болады. Бұл біздің отанымыздың аумағының үлкен екендігін көрсетеді. Балалар, мына тапсырмаларға назар аударайықшы. Картадан Каспий теңізін,
Сарыарқа жазығын, Алтай тауларын табу сендердің қолдарыңнан келеді. Ежелгі қалаларды және өзің тұратын аймақты картадан таба аласың. Берілген ұғымдардың анықтамасын сәйкестендіруді білесің. 4-ші тапсырма. Шығарма жаз. Қазақстанның кез келген қаласын немесе өзенін таңдасаң болады. Отан, отандастық. Яғни Қазақстанда туған әр азамат өз отанын сүюді, қорғауды, құрметтеуді білу керек. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар.